2-3 күн тұрмаса, жылы бокстың ішінде ол да кеппей, дұрыс па? Енді жақсылап кебу керек. Жаздағыдай 1,5 күн, бір күнде ыстықта күйіп қалатын емес қой. Кариночка боялып тұр. Эндоскоппен қозғалтышына кіреміз. Қазір біз специально суытып қойдық. Состояниесін көрейікші осы мотор не болып жатыр екен. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Бүгін жаңа серия. Осы Кроностың кетіп бара жатқан жерінен бастап түсірейін. Көп адам қызықты, иә. 50-100 адам звондады. Бірақ Тараздың жігіттері үлгеріп, машинаны бұйыртса алып бара жатыр. Каспиймен оформлениесін жасадық. Астында тосын, жақсы күндерге мінсін. Давай, досым, жолың болсын. Достарым, Кронос кетті Тараз қаласына. Құтты болсын. Енді бір көлік алдық. Бізде бұрын болмаған контентте, сол контентті жаңартайық, қайталанған көліктер болмасын деп табылған көлік. Проблемасы жетет, бұйырса көрейік. Мұнан да бұлай бастап түсірейін ба? Toyota RAV4 2008-ден бері бір қолда. Қазір кузовын көрсетейін. Мен бұл мықты проект болайын деп тұрған сияқты. Өйткені бұл көліктің барлық жағына кіруіміз керек. Бұлай қарасаң әбден шашап қалған сияқты отыр ма? Енді бар ондай, дұрыс. Кузовта лак ұшқан жерлер, лобовойдың жарығы, дөңгелек, мотор трассада жүрген кезде майдан расход бар дейді. Салонда біраз жұмыстар бар. Так, өзінің ескі дөңгелектері жарайтыны шамалы ішінде. Орындық, мынау кеткен, мынау жыртылған. Бұл көлікте кондер мен пешкі істейді, әңгіме жоқ. Магнитофон ескі, варианттық. Мынау орындығы да осындай. Так, 351.380 дейді. Ана астыңғысын 0-0 қойып қойдым, өткені жаңа майын тексеріп көрейін. Қала ішінде жүрген кезде расход жоқ дейді. Потологы, іші лас, поликтер керек, салон тіктіру керек, жуу керек, мынандай дүниелерді табу керек. Қозғалтышы ауыр жұмыс жасайды, оны тексеруіміз керек, қорапты тексеруіміз керек. Енді проблема жетеді. Өзімізге проблема сатып алған сияқты болып тұрмын. Әзірше қорқынышты түрі. Жаңа роталдар көрсетейін, қазір дауысы қалай груб істеп тұрған. Соны бұйыртса емдейтін боламыз. Осы Toyotаларда осы тақылдап істеген онша ұнамайды да, осы қозғалтышта еміні. 2 объем. Кузовта біраз жұмыс бар. Кузовтаошын бойлап та тұрған жоқпын, жігіттер. Бензин шала жанып жатыр. Иіс солай кеп жатыр. Так, мына 4-ші дискісі мынау екен. Мынау запаска. Мынау жарылып қалған ғой, боковой дей ма. Дөңгелек керек, кузовқа жұмыс керек. Мына скотчтарды алып тастауымыз керек. Так, мына жерді толықтыруымыз керек. Енді қызық проект болайын деп тұр. Еше бұл тез бітіп қалады проект емес ол, жігіттер. Фара қосқанда бұлай жақсақ, бізде дәліне жоқ. 3-те маргат еткенмен сыртта жанбайды екен. Бұлай жақсақ, ол кезде бар. Бұны электричествосын қараймыз. Кеттік. 1-ші положение, 2-ші положение, дворник істемейді. 3-ші положениеде істейді. Онда қазбалау керек болады. Қазір 1-ші кезекте лобовойын ауыстыру керек, номерлерін тапсыру керек. Ручник істейді екен. Мынау істейді екен.
свет жанбай тұр, белгісіз. Так, мына екі кнопканы әзірше білмеймін. Сағат. Так, мынау бар. Ладно. Мына жерлер жуу керек. Мына үшін жуу керек. Мә, енді қызық проект болайын деп тұрған сияқты жігіттер. Өзіме. Мына үшін тазалау керек, мына дөңгелектерді барып мен керек емесін. Бұл организациядағы досыма бере салайшы. Олар енді докаткіге, макаткіге, бірдеңеге жаратады ғой. Так, мынау істейді екен. Мынау да істейді екен. Так, мындай мелочьтарды көре салайық. Так, жанбайды. Айтып отырмын, мынау бір қызық проект болайын деп тұр ғой, жігіттер. Бұйыртса көреміз, сана зеркаларын тексере салайық. Так, істейді екен. О, кішкене болса да проблемалар азайды. Мен ойлап едім, толықтай кіреміз ба деп. Енді бірақ бұның өзі де аз жұмыс емес, жігіттер. Қалай ойлайсыздар? Көреміз енді. Бұл бір тәтеміздің көлігі болған екен, 2008-де алған. Содан немересіне берген, немересі біздің подписчик екен. Осындай көлік сатамын, өзіме үлкенірек машина алуым керек деді. Сонымен бұл көлік біздің қолымызға түсті. Бірінші кезекте лобовойын жаңа айтқандай ауыстырып алайын, номерлерін тапсырайын, машинаны бір жуып алайық, қарайық. Сөйтіп, білмеймін енді, бірінші кузов бастаймыз ба, немесе Максқа апарып диагностика жасаймыз ба. Енді Асылбек келген соң ақылдасам, әзірше лобовойын ауыстырып қайтайын. Алып келдім, өкінішке орай. Кезек дейді. 3 сағаттан кейін дайын болады дейді. Онда машинаны тастап кете берейін. Сосын звондай, Эдуард дедім. Енді осы проблемадан құтылуым керек мен бірінші кезекте. Содан кейін қалғанын көре береміз ғой. Так, алып келдім. Ауысты лобовой. Хук. Қытай. Айтпақшы, мына машинада сигналда істемейді деген ғой. Бағана ұмытып кеттім айтуды. Еще бос па или сигналдың өзі жоқ па? Жалпы конкретный контент болайын деп тұрмын. Бәрі жерін жасайтын. Енді бірден салбырап жатыр дейсің ғой. Көреміз берсе. Номерлерін шешіп алайын. Машина қалады, осылайына тұрады. Номерін тапсырып, ертең жаңа номерлер аламыз. Мына 2008 жылғы номерлерді тапсырамыз енді соңға. Келдім соңға. Кемел Ақсуат. Номерлерін тапсырайын. Көлік негізі 2002-де ма, 2003-де ма кірген. Мына кісілер 5-ші хозяин екен. Ол кезде бір-екі перекупщик болған ау дейм, қарасам андай. 1 жыл айдаған, 6 ай айдаған, сондай запистер бар да. Енді біз 6-шы болып тұрмыз. Ескі номер болғаннан кейін адамдар ойлай береді, 1-ші хозяин деп. Жоқ, жігіттер олдында емес. Ол кезде де болғанда перекупщиктер. Бірақ 2008-ден бері, мына 2023-ге дейін бір кісілер айдаған деген сияқты. Тапсырайық, көз қимаса да басқа номер аламыз енді. Бізде бизнес, бізде андай сақтап қою емес қой, бизнес. Алып сатып пайда көру керек. Кеттік. Мен номерін алып келгенше доставкада келді. Краскаларын доставкаға бере салған ғой. Так, распаковка жасайық. Так, бұда басқаша лақ жүреді жігіттер. Біз 580 жүреді қана ол. Мынау одан да қымбат екен. Бұйыртса, осымен көреміз, раф қалай болады екен. Так, 2 литр. Негізі, Наволдың лақтары жақсы, дұрыс. Мынау краскасы по номеру. Где-то мынандай болады ғой. Бұл келді. Басқа не бар еді? Так, мынау қара краскасына, қара жеріне. Скотчтар, растворитель, шкурка,
Так, мынау басқа көліктікі бұл. Бір таныстар. Бізде де бар, таныстар бар. Ағайын туыс бар. Бояп жіберейік, бүйтіп жіберейік дейді. Отказ бере алмайсың, не істейсің енді. Негізі барынша тек қана проект көліктер ғана жасаймыз ғой, біз жігіттер, білесіздер. Әйтпесе үлгермейміз. Бізде Асекең ғана жасайды ғой бәрі жұмысты. Тағы бір шеттен машина алайын десек, онда ролик созылып кетеді, басқа аптаға қалып қойса тағы да ренжейсіздер. Сол себептен біз тек қана контент проект жасап жүріп, сол көліктерді жасап, сөйтіп үйреніп жүрген адамбыз. Бір кісілер жазады, үйретпейсіңдер ма деп. Жігіттер, біз өзімізде әлі де жақсы боямыз деп айта алмаймыз. Профессионал емеспіз ғой мың айтқанда. Сол себептен де сіздерді шатастырмай, өзіміздің жұмысымызды ақырындап, енді үйреніп жүрміз. Краскалар келді, номер салдық. Барып әзірше бір қатар жуып шықтық. Енді сұмдық раствор деген мама болып түсті ғой. Так, мына проем қалады. Мына жерден былайына боялады сияқты ғой. Астың жағышы. Мына жерден көкті кеткен ғой. Орындықтарын шешеміз. Ковроланы жууға апарып тастау керек. Орындықтар реставрацияға кетеді. Мына екі жағын былай отырған, жыртылған жері бар. Мына жерде көп отырған. Содан соң барып чехол тігілетін болады. Алды артына. Қазір мен шешемін. Бәрі 14-тік болтпен. Ковроланы былай сау, жыртылмаған, аман есен. Бірақ мына ортадағы мына нелерін бәрін алу керек қой, мына топырақты, шаңды. Бірең сараң жуғанымыз қазір біздің Алматы екеуміздің барып. Есіктің картасы жағдай өте жақсы екен. Әйтеуір бірдеңеге риза болғансың ғой. Артына келетін болса жаңа өкінішке орай түсіріп үлгермей қалдым. Мына жердегі кәмпит, соның өзінде де біраз бар ғой. Алынғанша алып шықтым. Так, дөңгелек жаңа тастап кеттім бұл концерттегі балаға. Жөнделетін болса жөндей саш деп запаскаға. Так, мына обшивкада дұрыс бізде. Так, мына бізде сигналкыныкі ма? Бірдеңен пульті оны. Білмеймін, әлі көреміз қазір. Шешіп, мына пластиктерін бәрін жуасын, мынау жуылады химиямен. Содан кейін барып четко болады шығар. Так, мынау да міне емдеу керек орындықты. Мынау. Біраз шырша қапты, не үші? 351 мыңға. Мына салон білмеймін, андай отырып алып үйке берген сияқты ғой енді. Сондай ұқсап тұр. Так, мынаның іштерін бәрін шешіп алам. Мынаны түгелдей шешем. Барада бізде мынаға дейін шешілетін сияқты ғой. Мынау да шешілем екен. Көреміз қазір бәрін. Ақырындап бастайық. Лобовой жаңа зың болып қалды. Потолок білмей тұр, на месте жуам екен. Джонимен сөйлесеміз ба, или өзіміз жуамыз ба деген сияқты. Так, міне арканың ішінде жағдайы жақсы. Мына жердегі топырақтар енді сұмдық кетті, бірақ бәрі әлі де бар. Так, мына косяк бар, осының көзін құрту керек. Балай нормально, енді шешіндіреміз түгел. Бампер, подкрыльник, мына пластиктердің бәрі өзінің клепкасында тұрса әдемі болып шешіліп, отдельно боялса, мынандай қара болады ғой негізі өзінікі. Мынаның бәрін алып тастау керек. Ұзақ болады, бірақ дегенмен алып тастап қараға өзінің заводтық түрінде қылып жасасақ, көліктің өңі кіретін болады. Достар, жаңалық ашпай қойын, бірақ дегенмен мына өзінен шыққан болттарды орнына қатырып қойсаң жақсы. Кейін бәрін болғаннан кейін тез салып алуға болады. Тесе талай машина жөндедік қой, түрлерін салынбай қалады, кейін болттарын іздейсің, ірейсің. Осындай лайфхак. Деді қалмауға жетпей, деген жұмақтары ешқашан миымнан кетпей, микрофон маған жағдай. Райдер это Бентли, Мерседес, образдец. Шешіндіріп бәрін қарап жатырмыз. Так, терезелерін алып тастадық. Мынаны. Так, мына жерге былай кіруіміз керек, өйткені бізде мына жерде
шығарамыз ғой. Максимально шығару керек. Енді мынандай жерлеріне жағылуы мүмкін шпаклевка, бірақ дегенмен максималды түрде. Мынада өкінішке орай трещина бар екен, бірақ оригинальный. Но депо өңіп кетті уже. Асты зор екен машинаның. Вообще намек жоқ қой. Ысқар қайған деген сияқты. Бәрі білмеймін не екен. Порошок па. Бәрін пылесостап тастау керек. Мынаны шешу керек. Мына астын бәрін шешіп жатырмыз ғой біз. Мынаны алып тастаймыз. Алдын шешіп тастадық түгелдей. Мотор бағана жуайын дедім де қорқыттым. Трамблерлер жауы керек, генератор жауы керек. Тағы от алмай қалып дарылдап атсам тұра берсін деп. Так, мына крыло под вопросом, мынаның бәрін түсіру керек болып тұр ғой. Или басқа крыло салу керек. Өткен мына крылода жұмыс көп. Мына есік более-менее бар төмен жағында, бірақ болады. Асты жақсы. Зор болып тұр. Так, мынаны қазір шешем. Өткені мынаған бару үшін мына жерлерде мінеки самодельный шұру ұрған жерлер бар. Соның бәрін алып тастау керек. Мынаны бөлек қара түске бояймыз. Бағана айттым ғой. Мынаны бәрін бөлек жинадым. Мынаны бәрін шкурт етіп алып тастап қайтадан өзінің қара матқа бояймыз. Орындықтар бүгін сағат 8-де бұйырса қабылдаймыз деді. Мына айтып отырмын ғой, 2 жанын емдейді. Содан кейін әдемі чехол таңдап осы рисункта осылай тігілетін болады. Алда көресіздер енді. Пландар болып тұр. Енді айтпай қойын, біткеннен кейін бәріміз көретін боламыз. Жалпы жұмыс қырғын кетіп жатыр. Түн болды, мен сиденьені алып келем дегенше. Қап-қараң түк көрінбейді. Алып келді, мен түнделетіп отырып автожелеге. Алдында айттым, универсал болған осы жер жақсы да бәрін смело тиеп аласың. Ешкімге жалынбайсың. И алып келесің. Орындықтар қалды, кабраланды. Джони химчискіге алып келдім. Көп кішкентай болады ғой кабралан. Артысы нормально более-менее. Бірақ сонда да бір химиямен әдемілеп шөткілесе, новый жап-жаңа болады да бұйыртса. Осылайына қалды. Кузовты ақырындап бастадық. Достар, бүгін түйенің қарны жарылған күн. Алла қаласа Ақжігіттің катализаторына біз Нұрекен екеуміз жұмадан шығып бара жатырмыз. Барып көреміз бірінші. Енді қызық болып тұр менің өзіме де. Ол Passatқа басқа Toyotаның катализаторы қалай болады екен дейді. Нұрекен жалпы болады дейді. Соны көреміз. Егер бәрі оңынан болып жақсы болып жатса, әрине онда контакттарын бәрін описаниеда қалдыратын боламыз. Жол болсын, кеттік. Мына разбор мықты екен, Япониядан келген. Енді өзім алып көрейін, көзім жеткізейін, содан кейін айтамын сіздерге. Бұны Нұрекен тауып алған ғой. Нұрекен, таныстарың көп те просто сізде. Базарда болғасын. Көп келер олар. Қазір көрейік. Алдында негізі телефонмен сөйлескенбіз, бар деген. Енді одан арадан бір апта уақыт өтіп кетті. Жігіттер, алдық. Катализатор 1MZ ішінде тұр. Осыны орнатып көреміз. Иісін иіскейміз. Бұйырса сонымен ол проблема шешілу керек. Нұрекен айтады, жалпы негізі біреумен де шешіледі дейді. Негізі екеу жүреді екен. Мына Альфардта тұрған ғой. Біз енді біреуін салып барайық. Жігіттер, катализаторды алып келдім. Бахон досыма, Ақжігітпен. Жаңа базарда менде артындағы уситель андай болып тұр ғой, прямойына. Соған тоже қазір Бахон попросить етіп отырмын да, кішкене майыстырып істейік деп. Так, мынау кеше катализатор ішінде көрінеді екен мына жерде. Осыны енді біріне ойнатуымыз керек. Так, мен айтқаным мынау ғой жігіттер. Уситель көрінер ма? Прямой болып тұр. А негізі бұлда оригинальный да, мынау бәрі китайский ғой, жаңа базарды араладым мен. Бұлай майысып тұру керек қой бұлайына. Соны да жасайтын боламыз. Бізде Бағдат Қызылту 2 деген ауылда тұрады. Ана жерде тұр. Вывескасы бірінші бұрылыс. Бисмилля, ал кіреміз жігіттер. Көрейік астын не болады екен. Бағдатпен біраз әңгімелесіп, бір шешімге келіп, катализаторын салып тексерейік. Так, мынандай болып тұр. Бағдатны көрдің ғой, дәу бізде.
Былай қарадым ғой мен машина алған кезде ше. Қараймын четко. Значит, тұр деймін ғой. Сөйтсем мына бәрін шешіледі екен ғой мына. Шешіп алып, жоға жағынан кесіп жасаған ғой енді маған дейінгі. Сәл оңбаған адамдар. Ашып тастаған ба? Сол бұйырса енді өзіңе алып келдім. Көрейік қалай болады екен. Бағдат шешіп ал жігіттер. Мынау ақ жігіттің өзінікі. Былай кескен ғой, міне көрдіңдер ма? Мынау кешегі Альфардтікі. Ойланып жатырмыз. Мынаны ішіне салып, жан-жағын бәрі етіп тастаймыз ба? Или мынаны былай орнатамыз ба? Көреміз аз алда. Бағдатпен ақылдасайын. Состояниесі зор екен, е? Отлично. Жиги, короче, мынаны кестік. Бағана көрсеттім ғой. Мынау кішкентай мынаған қарағанда, Passаттың өзінікі. Мынаны ішіне саламыз бақа, дұрыс па? Қалай отырғызайын деп тұрмыз бұны? Бұны бұлайынан ішіне кіргізіп отырғызамыз да, ішіне мынандай сварка өтсеміз бір-біріне. Мына жақтан отверстие қалдырмай. Арғы бозық. Только мынадан өтетін қылып істейміз ғой? Өтетін қылып жасаймыз ғой. Иә. Сөйтіп сваркіліп, анаған орнына ұстана өтеді. Сол кезде сырты заводской білінбей тұрады. Ішінде катализатор тұрады ғой. Болды. Негізі Бағдат, сен туылғанда еврейлер жылаған деген осы сен жігіт екен ғой, Бағдат. Сен туралы екен ғой, брат. Давай, брат, скизет. Так, былай қалдық ішіне. Екі қабат болды ғына көреш, е? Екі қабат, матрешка. Суат, красавчик. Ішінде катализатор бар. Ана жаңа ауа өтпейді, только катализатордан, не? Иә. Красавчик бақа. Четко. Жиги болдық, енді түн болып кетті. Бірақ дегенімен иісі мынаның бір Toyota Camry 75-тің бір иіс сияқты болып, мощный болып тұр. Ертең бұйыртса келісіп қойдым. Техосмотрға барамыз енді, ана экопостқа бармай-ақ қояйық. О жақта абырой төгіліп қалып жүрсе, бірінші неден тексеріп алайын. Техосмотрдан. Содан кейін экопосттан андай терезені ашып, ременді кимей, телефонмен сөйлесіп өтеміз ғой бұйыртса. Бағдат, рахмет досым. Жігіттер, белгілеп қойдым Бағдатты. Міндетті түрде каналына тіркеліп, жұмысына баға беріп қойыңыздар. Чотам Жиги, қайырлы таң. Техосмотрға келдім. Кеше сөйлесіп қойдым ғой, білесіздер. Енді ішіне кіріп амандасып, кезек пекен, кезек емес пекен, сөйлесейін. Енді осы роликтің ең қызық жеріне келдік досым. Арнамызға тіркелмеген болсаң, тіркеліп, комментқа бір пікіріңді қалдырып, және де бір өзіңнің жирный томпақ лайкыңды басып отырсаң, ол бізге мотивация болады негізі. Енді алдындағы голландтікіндей болып тұрған жоқ показания, жігіттер. Әзірше мынандай показания болып тұр. Негізі япошкалардікін алдында айтқанда 0.50-0.60-тан аспау керек дейді. Енді бұл неміс. Немісте білмеймін қалай болады. Жалпы показания осындай. Менде жирный 2 көрсетіп тұрған алдында экопостқа барған кезде. Дегенмен катализатор салса, сәлде өзгеріс болса болады екен жігіттер. Құтты болсын, Ақылбек. Ағайын, ақ жігіттің катализаторымен проблемасы бітті. Бұл алдында айтып жүрмін ғой, бір иіс бар деп, машинаны таңертең оталдырған кезде бір иіс шығып тұрады да, шала жанған бензиннің. Бұйыртса ол нәрседен четко құтылып кеткенсің ғой. Глушителін көрсетіп қояйын. Мынаны былай барып еткіздім. Енді мынаған бір әдеміше, бір насадканы бірдеңе ойластырамын, сонымен жып-жылтыр болып көрініп тұрады. Показания бізде экология 0.50 көрсетіп тұр. Енді бұйыртса экопосттан бағана айтқанымдай смело терезені ашып, ременді салмай өтеміз. Қалжың ғой жігіттер бәрі де. Жалпы жасауға болатын дүние екен. Қанша шығын кетті? Катализаторды мен 50 000 теңгеге алдым. Бағдаттың жұмысы ол 10 000 теңге болды. Және жаңа глушительді майыстыратын ол 4 000 теңге болды. Бас аяғы 64 000 теңгенің әңгімесімен шешілді. Егер де экология көрсетіп, экопосттан тоқтататын болса, онда бұның айыппұлы 30 000 теңгеге жоқ. Оны төлеп, жексұрын болып тұрғаннан осы шешім дұрыс сияқты.
RAV4дің кезегі жігіттер. Грунтовкамен тұр. Барынша бәрі шықты, жасалды, жөнделді. Терезелері шешіледі деген оңай. Жақсы болды негізінен алып тастағанымыз. Енді мына ішіне дейін крас етесің сол кезде. Мынаны да алып тастадық. Жалпы суреттері, кантиктері бәрі шықты әдеміше. Артқы багажник, бамперлері бәрі шешілді. Мына жағы тоже сондай. Мыналар кеуіп жатыр. Бүгін бұйырса 3-ші күн. Ақырындап шкурканы бастай берсем болады. Каринадағыдай қателік жасамайын деп жігіттер мынаны жуып алайық. Боямай тұрыпша. Мынаның бәрін алып тастайық. Так, трамблерді жаптым. Енді от алып кетеді деген ойдан болғаннан кейін. Так, мынаның бетін жау керек. Генераторға қатты ұрмау керек. Жалпы осындай болып тұр ғой, тұр әлі. Жуып алайық, ана Каринаны көріндір ғой. Бычыт болып. Мынаны таптыза алып барайық. Моторын осылай жудым. Кішкене әдем болып қалған сияқты. Бірақ мыналар деген сұмдық болып кетіпті. Мына бәрін карппен әдемлеп Макстердің өздері жуады енді. Көзі ашылды ғой біраз. Енді осы RAV4 осы жерінен тоқтайды жігіттер. Келесі серияда бұйыртса бұл көлікпен жолығамыз. Әзірше Каринаға қарай көшейік. Базарда жүрім, май алып кел деп еді. Бурға және де қораптында сүйектарын ауыстыратын боламыз. Ұмытып кеттім, негізі алып кел деп еді. Азамат досымнан барып алып алайын. Майды алдым. Кеше от алдырыпты. Даусын WhatsApp желісінен келген видеодан көрдім. Әлі машинаны от алдырып көрмедік өзім. Таза қасына барып. Подъемник тұр екен, астын бәрін көрейік. Ходовкада қандай жұмыстар болды, қандай жұмыстар қалды. Сон бәрі біткен болса, өзіміздің полировкамызды және де тігіп қойған чехолдарымыз бар. Іштерін жинап, көліктің финишіне жақындаймыз. Карина. Так, бізде ана неге көрсетпейді ғой? Спидометр. Соны датчик скорости қарап жатыр. Так, майларын бәрін ауыстырамыз, сливать етіп алып тастаймыз. Мынандай болады, потом жуып жібереміз. Ходовкадан шарбы ауысқанын көріп тұрмын. Серігі ауысыпты. Қалған енді өзінен бір ауыз сұраймыз енді Нұрекеңнің. Бұлай асты деген сурет көшірді. Маған қарап отырмын ғой бағана. Ақ жігіттігінде кеспепті екен деп аккуратно. Десем катализатор орында екен. Осындай. Мына порог. Артында бір түсіріп өтейін. Мықты, короче. Майлар келді. Мынау рейка. Анау. Енді Нұреке бізде спидометр істемейді не? Датчик скорости шештік. Бұны ауыстырып келдім. Түрін көрсетіп жүрсің? Мынандай болатын жігіттер датчик скорости. Бірақ привозной алып келгенімде істейді, нода істейді екен. Бізде причина болғаны Нұрекең щиток прибордан екен жігіттер. Егер кім проблемаңыз болса, бірінші кезекте датчик скорости қаралады екен. Сосын щитокты шешіп, артында қараса бір-екі жерінде паят үзілген екен. Соны Нұрекеңді енді жеті қырлы бір сырлы жігіт қой. Паят ететін басқасын бәрі қолынан келеді, сонымен жасап берді. Онымен проблема бітті. Енді майларын ауыстырып, Ерекеңе геометрияға тұратын боламыз. Қораптың майы жігіттер мынандай болып кеткен ғой. Түсі мынандай болып кеткен. Уақытлы қарап тұрыңдар. Қыстың алдында тем более ауыстырып алған дұрыс, өзі 2 литр алады. Так, мынау бізде буртка ағып жатыр. Қазір бәрін орын қатырып, астын жуып, жаңа майларды құятын боламыз. Май су бәрі ауысты жігіттер. Енді Ерекеңде көлік геометрияда тұр. Проблема бітпейді бізде, как всегда. Пыльнигі жыртылып қапты. Үрлі Ерекеңнің. Соны ауыстырып, развал сложениесін жасап, сонымен өзіміздің эстомызға Алла қаласа барамыз, жетеміз. Жиги. Так, орындығын алып келдім. Бізде жүргізушінің орындығы ғана қалды. Қалғанын болғаннан кейін көрсетем. Ақ жігіт зор. Мынау бізге қыстық дөңгелектер. Көреміз қанша уақыт тігетін.
мынаны тастап кетем. Содан кейін машинаны шкурт етіп полировкаға дайындаймыз. Полировкадан кейін предпродажный мойкаға, Джонни химчискіге, Кариночка баратын болады. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Сіздермен көріспегелі біраз күндер болды. Оның бір себепшісі бұл Toyota Carina E. Көптеген адам бұған себепші болды. Ол қосалқы бөлшектерін қалай алдық, біз қалай жасадық, Макс Нестосында өткен оқиғалардың бәрімен бұйыртса жеңіп шығып, Алла қаласа Toyota Carina E толықтай бітіп, бұйыртса сатылымға шығады. Қане бір көрейік Toyota Carinаны. Түсі қалай болды, жігіттер? Мен ойлағандан да асып түскен сияқты. Бұның негізі түсі сәл қараңғылау болу керек еді. Ал мынау қан қызыл болып тұр. Әдемі жарасты. Макс Нестосында капиталкамен біраз жатты. Мен айтқандай бұл көлік алдын, ондай жұмыстар қозғалтқышпен жасалмаған. Бұл бірінші жөндеу жұмыстарын біз жасадық. Сол себептен де капиталкаға келіскен болатын. Негізі мотор алып сала салу бұл тез дүние. Ал енді мына жерде Макстардың өздерінің эстоларында кезектері бар, басқа жұмыстары бар. Сол себептен бұл көлік сәл ұзағырақ шықты. Бірақ ойымнан асып түскен сияқты. Қазір оталдырып, дауысын сіздерге көрсетейін. Бұл Carina E-нің қозғалтышы бір өзінде бір тақылдап істейтін дүниесі бар. Ал мына көлікте ол дүние байқалып тұрған жоқ. Бұл жерде головканы Нұрекең бір күн тек сол головканы жинаумен уақыт өтті. Бір күн эстоға барсам, қолында шайбалары бар, өлшеп, бірдеңе жазып, қатырып отыр екен. Мә, бұл неге созылды деген ой болды менде, сіздер сияқты. Бірақ дегенмен сонша уақыт өтсе де өзімнің ойлаған қозғалтышы мынандай болып шығады дегеннен асып түсті. Енді бұйыртса 2000 шақырымнан кейін бұның бірінші май ауыстыруы болады. Қазіргі таңда бұл көліктің обороты 9000 болып тұр. 900.000 болып тұр да. Енді Нұрекеңмен ақылдассам, енді қазір апқатқы уақытында сондай болған абзалырақ. 2000 километр жүргеннен кейін майын ауыстырамыз. Сосын трамблермен немесе басқа білмеймін қалай қоятын. Сонымен оборотын 8000-7000-ға қоямыз деді. Дауыс қалай? Естіліп тұр ма сіздерге? Қозғалтышының дауысы қалай болды, жігіттер? Міндетті түрде комментарийға жазып өтіңіздер. Бұл көлік түгелдей оптикасы заводтық оригинал болатын. Ол бізде поворотниктарға дейін оригинальный болып тұр. Өкінішке орай бізде противотуманканың біреусі сынық еді. Сонымен разбордан қарадым. Бір данасын разбордағылар сатпайды екен. Екеуін 35 теңге дейді. Маған енді екеу керек емес қой. Сол себептен ойландым, жігіттер. Бұл қытайлық болса да, мына дубликат депосын салдым, ол арзанырақ түсті. Енді қалай жанатыны, жігіттер, айта алмаймын. Өйткені заводтық койтоның өзінікі мықтырақ келе береді. Бірақ дегенмен сонша ақшаны шығындалмай, осындай жаңасын сала салуды дұрыс көрін. Оны да қалай ойлайсыздар, пікірге жаза өтіңіздер. Бұл көліктің шын айтқанда шанағына, бояуына өзімде көзім тоймай тұр. Бұл көлікке не жасадық? Көп нәрсе естен шығып кеткен сияқты. Өйткені сонша уақыт кетті. Бір айға жуық уақыт өткен осы машинаға. Ол жаңағы толықтай боялуы, салонына кіріп психолдарын тағы да көрсетем. Ол жұмыстар, химчисткасы бар. Тағы не жасадық? Майда шүйде жұмыстарын бәрін өздеріңіз жігіттер көрдіңіздер. Осы роликте де, алдыңғы роликтерде осы Toyota Carina'ның тарихы қалды. Ветровиктер салуды жөн көрдік. Өкінішке орай бұл бізде бір жақсы сападағы деп айта алмаймын. Мен алып жүрген автосказкадан барып бұны да алдым. Бірақ ол кісілер өкінішке орай қазіргі кезде бір жақсысы ол келмей жатыр Қытайдан дейді. Енді барға қанағат осылай салып қойдық. Білмеймін жігіттер.
келесі алатын адам мүмкін алып тастап жақсысын іздеп тауып салар. Енді барынша осылайына қойдық. Көлік боялды. Қара дүниелердің бәрін тағы да боядық. Дөңгелек өзінің жаздығы жаңа және де қыстығын алып толықтырып қойдық. Бұл көліктің бағасын жігіттер айтып отқандай бір айға жуық уақыт өтіп кетті. Көп ақшалар салынды. Ол қозғалтқышына, кузовына, салонына, чехолына, ходовкасына, енді бәр жерге қолымызды сұқтық былай айтқанда. Өткенде көп адам капиталкаға қанша ақша кетеді қозғалтқыш жасағанға деп айтыпты. Жігіттер, май суы, қол ақысы және де қосалқы бөлшектердің бәрін санаған кезде 240 мың теңге бізден шығын кетті. Ол бізде ГРМ, майы, барлық сальниктар, енді капиталка болғаннан кейін бәрін ауыстырасың ғой. Оны алдыңғы роликтен көрсеңіздер болады. Данияр досым алып берді. Алып бергенде сатып берді. Былай айтқанда. Ходовкасына келетін болсақ та жігіттер, Даниярдан қосалқы бөлшектердің бәрін алып, ол бізде алдыңғы 2 шаровый және де сырғалары сыр берген екен, соларын ауыстырып қойдық. Өкінішке орай, жаңа қазір келе жатып, артында бір сәл гуілдеген дауыс шыққан сияқты болды. Қазір енді трассада көрем, ол бізде артыңғы бір подшипник гуілдегендей болып естіліп тұр. Алла қаласа оның көзін жойып, көлікті толық 100% дайын етіп, сатылымға шығаратын боламыз. Бұл көліктің бағасын жігіттер алдыңғы роликтен бері айтып келе жатырмын. Бір кездері ойланам жігіттер, бір көлік алып сатып, тиімсіз болып баратқан сияқты. Или біз бағаны төмендеп қойып жатырмыз ба? Комментарийларға көз жүгіртсек, ол жерде айтады, перекупщиктар бағаны қымбаттатып жатсыңдар деп. Менің ойым бар. Біздің аудиториямызда көптеген перекупщиктар бар. Жігіттер, қазір ойлаңыздаршы. Оның бағасы қымбаттап жатыр, жанармайдың бағасы қымбаттап жатыр. Барлық нәрсенің бағасы қымбаттап жатыр да. Ол қосалқы бөлшектерде мысалға бұрынғы, алдыңғы, оның алдындағы жылдарға қарағанда әлде қайда бағасы жоғары қарай шарықтады. Бірақ халық сонда да перекупщиктар сендер бағаны қымбаттатып жатсыңдар дейді. Жігіттер, мен түсінбеймін соны, қалай? Біз енді өзімізге минусқа жұмыс жасай алмаймыз ғой, дұрыс па? Біздің де бала шағамыз бар, бізде күн көруіміз керек, өзіміздің несібеміз, ризығымыз бар. Мысалға оны тегін алып, арзан алып, жасап, тегін бере берсек, онда простые ребята мына дәрежеге жетіп, қазір біз сіздермен бұл каналда жолықпасып едік деп ойлаймын. Сол себептен жігіттер, барлық нәрсенің бағасы ұшып жатыр. Теңгенің құлдырап, төмен түсіп жатқаны, күшін жойып жатқаны өздеріңіз білесіздер. Сол себептен жай ғана жалғыз бізді перекупщиктарды кінәламасаңыздар дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл жерде сонша еңбек бар адамдардың. Біздің жігіттердің барлық детальға қол ұштары тиді. Ол Макстың эстосында жасалған тоже балдардың еңбегі ғой, былай айтқанда. Баяғыда бір оқып отырсам, және де менің бір досым бар. Сол бір оқиғаны айтып берген. Бір дәу кеме сынып қалады. Судың астында айналатын лопысы айналмай қалады. Сөйтіп, бір кісіні табады, соны жөндейтін. Ол кісі келіп, өзінің кішкентай ғана балғасымен 3 рет ұрады, и кеме оталады. Қанша болды дейді қол ақысы? 20 мың доллар дейді. Енді қазір просто айтып жатырмын, примерно айтып жатырмын. Сосын айтады, сенің 3 рет ұрғаның ол қалай 20 мың доллар болады? Деп ана иесі бергісі келмейді ғой. Сонда жаңа жігіт айтады дейді. Менің мұнда келгенім, қарағаным, мысалға бір 50 доллар, 100 доллар болар. Ал бірақ мына 3 рет ұрғаным қалған 19.900 доллар деп айтты дейді. Ол ұру үшінде ол 20 жыл еңбектенген, былай айтқанда опыт жинаған жігіттер. Сол себептен де айтып отқаным, бұл жерде қанша мамандар, жігіттер, қанша жыл еңбек етіп, соның бәрін үйреніп, мына көлікті осындай дайындап шығарды. Көліктің сатылым бағасы біздің оқырмандарымызға 3 миллион теңге. Да, бісміллә. Жігіттер, мына көлікте маған ұнайтын екі нәрсе бар салонында. Ол біздің өзінің заводтық поликтары және де ортада тұрған өзінің кассетный магнитофоны. Әліге дейін Аллаға шүкір жұмыс жасап тұр екен. Бұған біз тиіспедік. Негізі музыкаға мен онша жоқпын. Бұған акустика салып, буфер салып деген нәрсе білмеймін, жігіттер, оған онша қызықпаппын. Сол себептен өзінікін әдеміше қалдырдық.
көліктің іші толықтай Джонни химчисткада предпродажға жуылды. Айтпақшыдай, салонына келейік, чехолына келейік айтқанда. Осындай қызыл түсте бұл Асылбектің талғамы болды. Осылайына қызыл түске сәлде болса клетчатовый және де бұрынғы кездің бір ностальгия ретінде осындай клетчатовый қызылын салайын дедік. Өзіме ұнайды. Енді сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Онда пікірлеріңізді тастап өтіңіздер. Көлік бұйыртса жігіттер сатылымға дайын. Енді жаңа айтып отқандай, починигін бір тексеріп, содан кейін көлік 100% дайын болады. Ал сіздер бұл роликті көріп отқанда, Алла қаласа бәрін жөндеп қоямын. Описаниеде телефон номер бар, сонда хабарласып көлікті сұрасаңыздар болады. Енді жігіттер сонша жұмыс жасалды. Өкінішке орай алдыңғы аптада ролик шыққан жоқ, оның да себептерін жігіттер айтып отырмын ғой. Бұны енді толық бітіріп, содан кейін шығайын дедік. Ал негізі RAV4 мен біраз деген дүниелер жасалды. Алла қаласа оны келесі сенбі немесе жексенбі күндері роликтерін көреміз. Ол көлік бой алды, оның бәрін жаңа айтып отқандай келесі серияда. Және де қозғалтқышымен, қорабымен, және де қадовкасын бәрін бір шешімге келіп, мүмкін Макске барады, мүмкін Джайсик Нестосына барады. Енді екеуін таңдап отырмыз. Әзірше бір шешімге келмедік. Ақ жігітке келетін болсақ, жігіттер жағдайы енді ең керемет деген дәрежеге келген сияқты. Ол катализаторын толықтырдым, және де Чучин қаласынан келген магнитофонымызды салып қойдық. Ол да кассетный, әдеміше жұмыс жасап тұр. Сатпаймын деп отырып, бір өзіме ұнаған бір көлік шығып қалды. Бұйыртса енді сол көлік өтіп кетпес бұрын ақ жігітті сатылымға шығарам деп ойладым. Сондай бір шешімге келдім. Мүмкін енді ана көлікке үлгермей қалсам, онда ақ жігіт өзімде қалады. Ал енді жоқ, осы ақ жігітті мен алмасам болмайды. Ұйқым қанбай жүр, түсіме 4 кіріп жүр деген жігіттер болатын болса, тоже описаниеде номер бар, сонда хабарласыңыздар. Ақ жігіттің бағасы бұл көліктен сәл қымбаттау. Барлық сұрақтар бойынша, телефон бойынша біле аласыздар. Жігіттер, арнамызға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, достарыңызбен бөлісті ұмытпаңыздар. Бізге мықты деген мотивацияны сіздер бересіздер. Бізге ол жаңағыдай желаниямыз оятады. Тағы да бұдан да басқа көліктер, бұдан да шаршап қалған бір көліктер алып, соған бір жаңа өмір бергеніміз ұнайды өзімізге. Және RAV4-ді өздеріңіз көріңіздер, қандай жағдайда. Қазір бұйыртса уже бір 70%-ға көлік дайын болып қалды. Енді міндетті түрде арнамызға тіркеліп, келесі роликті жіберіп алмаңыздар. RAV4-ді осы Карина сияқты идеальный болып шығады бұйыртса. Сіздермен болған простые ребята. Аман жүрейік ағайындар. Ассаламу алейкум.